Ордаген бүгінгі жас буын мен болашақ ұрпақ санасын жаңғыртуға бағытталған әлеуметтік танымдық жоба. Жобаның мақсаты ұлттық және адамзатқа ортақ биік құндылықтарды жаңа технологиялар форматына икемдеп, аңыздар мен ертегілер арқылы өскелең ұрпақ санасына сіңдіру. Ордаген жобасының бастапқы сатысында ұсынылатын контент жаңадан жазылған, заман талабына сай, қазіргі қазақ балалар аудиториясына нағыз керек 400 ертегі және 100 фантастикалық әңгіме мен әлем халықтарына жиналған 100 ертегіні құрайды. Қазіргі таңда Android пен iOS жүйелерінен жүктеп алуға ыңғайлы Ордаген мобильді қосымшасы бар. Ол жоба аясында өндірілген барлық контентті аудиторияға таратудың негізгі құралы болып табылады. Және мобильді қосымшада ең көп тыңдалған аудио ертегілерге анимациялық мультфильм түсіріледі. Яғни үздік ертегілерді бүлдіршіндер өздері таңдайды. Сонымен қатар Орда ертегілер атты алғашқы кітап жарыққа шықты. Кітапқа 33 жаңа заманауи ертегілер енген және кітаптағы әр ертегі үшін анимациялық суреті салынды. Ордаген ертегілеріндегі басты қаһармандардың басқа персонаждардан айырмашылығы олардың қоғамға беретін негізгі бір ойы мен мақсаты, жауапкершілігі мен міндеті болады. Олардың құдіретті күшке, белгілі бір қасиетке ие болатын болмыстарымен дараланады. Ордаген жобасының негізгі контенті 3 жастан 13 жасқа дейінгі балалар. Кеңірек аудитория үшін де талай танымдық дүниелер алатыны анық.